Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен ағылшын тілін үйренудің әдіс-тәсілдерін үйренеміз. Оның ең алғашқысы reading. Reading дегеніміз оқу, яғни ағылшын тілінде кітап оқу. Бірінші сіздерге кеңес беріп кетейін, яғни ағылшын тілін кітапты қалай оқу керек. Ең бірінші өз деңгейіңізді анықтап алыңыз. Сонда кітап оқу сізге қиындық туғызбайды. Яғни ағылшын тілінде біз білетін жалпылама 6 деңгей бар. Сол қайсы сіздің деңгейіңіз, кітапты да сол деңгейге қарап анықтасаңыз, өзіңізге өте оңай болады. Өзіңіздің деңгейіңізге қарап кітапты таңдасаңыз, ол сізге әлде қайда жеңіл болады. Ал өзіңіздің деңгейіңізге байланысты кітаптарды қайдан аламын десеңіз, мен кітаптардың тізімін электронды түрде осы видеоның астында описанияға сілтемесін қалдырып кеттім. Келесі кеңес, мүмкін болса кітапты аудиосымен тыңдау. Яғни сіз тыңдау арқылы қосымша өзіңіздің спикингіңізді, произношениеңізді дұрыстайсыз. Келесі кеңес, кітапты дауыстап оқу. Дауыстап оқу ол сіздің тіліңізді жаттығады, тіліңізді жаттықтырады. Яғни тіл сындыру деп айтады ғой. Яғни тіліңіз жаттығады, өзіңіз даусыңызды өзіңіз естіген соң тіліңіз үйренеді. Және ағылшын тілінде кітап оқудың пайдасын мен сіздерге айтып өтейін. Ең алғаш, сіз ағылшын тілінде кітап оқысаңыз, ең бірінші кезекте сіздің сөздік қорыңыз көбейеді. Сөздік қорыңыз көбейген сайын сіз ағылшын тілінде сөйлеу мүмкіндігіңіз де көбейеді. Сіз мысалы үшін ағылшын тілі кітабын оқып отырсыз, алдыңыздан бір білмейтін сөз шықса, сіз оны аударуға тырысасыз. Себебі сіз кітаптың мазмұнын түсіну керексіз ғой. Яғни сіз білмеген сөз аударасыз, және сіздің ол сөздік қорыңызды байытады. Келесі, көп затты ағылшын тілінде ойлап, өз ойыңызды ағылшынша сөйлем құрап жүресіз. Себебі ағылшын тілінде кітап оқыған адам ойлануы да сол тілге жақын болып, сол тілге бейімделе бастайды. Келесі ол грамматикалық деңгейіңіз дамиды. Яғни ағылшын тілінде міндетті түрде грамматика болады кітаптарында. Present simple да кездеседі, present perfect, past continuous, кез келген ағылшын тілінің грамматикалар кездеседі. Ол жерде фразалық етістікте де кездеседі. Жалпы ағылшын тілінің грамматикаларын сіз ол жерден кездестіресіз. Келесі, сөйлемдердің тұру реттілігін үйренесіз. Мысалы үшін бірінші subject, екінші object, үшінші verb деген сияқты сөйлемдердің тұру реттілігін сіз осы кітап оқу арқылы үйренесіз. Басқаша жолдары жоқ деп ойлаймын. Яғни сөздердің қалай тұруы, қалай реттілігімен тұруын сіз кітап оқу арқылы үйренесіз. Келесі, есіңізде қалған сөздерді өмірде қолдана бастайсыз. Мысалы үшін Apple сөзін сіз оқыдыңыз делік, сіз оны өмірде көресіз, алманы, және де оны жейсіз, ойлана бастайсыз, қолдана бастайсыз, адамдарға айта бастайсыз. This is an apple деп сіз адамдарға айта бастайсыз. Бұл жай ғана өте төмен деңгейдегі сөз, одан да көп сөздерді сіз үйреніп айта бересіз. Ол өзіңіздің санаңыздан тыс жүзеге асады. Яғни сіз ағылшын тілінде кітап оқи берсеңіз, ол жердегі кездескен сөздерді өмірде автоматты түрде қолданасыз. Бұл дәлелденген. Енді достар, осыншама кеңестер айттым, осыншама пайдасын айттым. Енді кітап оқыңыздар. Кітап мен сіздерге бір сілтеме дайындап қойдым. Ол жерде сіздер ағылшын тілінен барлық деңгейге қатысты кітаптар таңдай аласыздар және тегін жүктеп оқи аласыздар. Оны мен видеоның астында қалдырып кеттім. Ашып қарап оқыңыздар достар. Сіздерге сәттілік, good luck. Ал енді менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады. Келесі сабақта біз ағылшын тілін үйренудің келесі этабын үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, бізбен бірге дамыңыздар, оқыңыздар, озыңыздар.